Сәлеметсіз апай, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Қазір кішкене қыздар жиналсын. Сосын сабақты бастаймыз. Жақсы апай, өзіңіз қалайсыз? Менде барлығы жақсы, тек сіздердің сабақ кестелеріңіздің тура менің сабағыммен қатар келіп қалғаны болмаса, қазір кішкене жиналып алыңыздар. Сәлеметсіз бе апай, қалыңыз қалай? Ал қыздар, кімде қандай сұрақ бар? Бірінші содан бастайық. Сәлеметсіз бе апай? Апай, Сәлеметсіздер ме? Қыздар, кімде қандай сұрақ бар? сабақ бойынша ма апай, осы тақырып бойынша ма қалай? Жалпы. Бағасты болсын, сабақ бойынша түсінген дүниелеріңіз бар ма? Кез келген нәрсе. Сұрақ жоқ апай. Апай, Ау, сен қазақ әдебиетін, да, қазақ әдебиет па? Соның нелерін тақырыптарын бекітіпті ғой. Сол арқылы бойынша жұмыс жасаймыз ба? бекіткен тақырыптарды былтырғымен айырмашылығы жоқ қой. Иә, Айырмашылық сол дәл былтырғы екен апай. Көрдіңіздер ма? Иә, Тек көрдім. мен соның несін PDF форматын көшірмеп едім. Кімде Апай, бармаған жібере салыңыздаршы. Мен былай бір шолып шықтым да. Аха. анау жұптық жұмыс көрген шығар, сосын анау не бар ғой, Нысанбай жырау бар ғой. Соларды да Аха. өтеміз ба әдебиеттен? Иә, әрине. Біртіндеп келе жатыр қой. Нысанбай жырау, Кенесары Наурызбай жыры деп. Кенесары, аха. Осы жылы. Иә, 9-шы сыныптың бас жағы. Ана бізден да соңынан орта жағы Нысанбай жырау. Аха, жақсы. Апай. Ау. Сосын сұрайын деген мынау шет тіл әдебиет па? Сонда бар екен ғой, оны тоже оқу керек па? Оны талқыламаймыз. Өтеміз оны, Дариға. Тек қана бұл жерде мен не істедім, мен шетел әдебиет тастап кеттім. Өйткені Джек Лондон, жаңағы кім, Александрович Пушкин бар, мына біз өтпей кеткен Шал мен теңіздің авторы Эрнест Хемингуэй, оларды біріктіріп өтеміз соңына қарай. Олар қазірше қала береді. Ол өтіледі міндетті түрде әлем әдебиеті ретінде, шетел әдебиеті әлем әдебиеті ретінде. Бес-алты шығарма. Жақсы. Былтырғы бекітілген шығармалармен айырмашылық бар ма екен, көрдіңіздер ма? Мен көргенімде ешқандай айырмашылық байқамадым. Тек қана ана жерде мақсат деген дүниелерді қандай форматта келеді. Соны ғана. Сияқты былтырғы шығармалар біразы. Сол мектеп программасындағы. Жақсы, кімде бар маған жібере салыңыздаршы, мен алдында көшіріп алмаппын, былай ашып қана көре салыппын. Жақсы, енді кеттік. Бүгін бізде Жүсіп Баласағұн 9-шы сыныптың бірінші тақырыбы. Жүсіп Баласағұн туралы не білеміз жалпылама? Сіздердің қазіргі түсініктеріңіз қандай?
Жалпы Жүсіп Баласағұн ол ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткерлерінің бірі болып келеді. Жалпы Құтты білек дастанының авторы. Апай осы Жүсіп Баласағұн 1020 жылдарында өмір сүрген деліне ма? Шамамен Сонымен алды. қатар Жалпы 11 иә, ғасыр ғой. Жалпы аха, 11 ғасыр. сосын ана біреу 1020 деп айтылады. жаңағы Құтағды бүлік дастаны ана хижра есебімен алғанда 462 жылы қазіргі санау бойынша 1070 жылы жазып бітірген делінеді осы жаңағы дастан. 18 ай бойы жазған осы шығармасын. Және осы өлеңді Садық Боғраханға тарту етеді деп айтады көбіне. Жақсы. Тағы кімде қандай ой бар, кім не біледі? Талдау жалпы. Қыздар. Зілназ дариға қарақат айғаным, Аймир ақ жайық, Нұрбақыт, Жанерке, мархабат аяулым. Бәріңіз бір-бір дауыстарыңызды қосып өтіңіздерші. Дей ғана Апай, қосыңыздар. және де Жүсіп Баласағұнға Хас Хажып дегенде атақ берілген ғой. Иә. Иә, Жақсы. Хас Хажип, сосын бас уәзір немесе ұлы кеңесші деген сондайлар берген. Жақсы. Айғаным ақжайық, мархабат, микрофон қосайықшы. 1-2 минутқа. Ал, апай. Жақсы. Ол негізінен апай Баласағұн қаласында дүниеге келген, иә, Жүсіп Баласағұн. Иә, қараңыздаршы, бұл бізде әдебиет тарихына емес, жалпы тарих бойынша мән беретін болсаңыздар, Жүсіп Баласағұн, Әл-Фараби, көрдіңіздер ма? Махмұд Қашқари, Баласағұн дегеннің барлығы қала атаулары болған. Белгілі бір кезеңдерде не істеген бұл кісілердің тегіне өзі өмір сүрген қалалардың атаулары қосылған. Енді Жүсіп Баласағұн кім болған, біз не істейміз? Мектеп оқулығында атадан қалған асыл сөз деген бөлім бар. Үлкен бізде осы Жүсіп Баласағұнның Құтты білігінен бастайды, шешендік өнер, анау Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би, Майқы би дегендердің барлығын бір шолып өтетін атадан қалған асыл сөз деген бөлім бар. Сол микрофондарыңызды өшіре беріңіздер, мен тек отырсыздар ма, кім дұрыс кірмей отыр, көру үшін ғана қостырдым. Осы атадан қалған асыл сөз деген бөлімде толыққанды сол біздің шешендік өнер, мынау Жүсіп Баласағұнның Құтты білік еңбегі бар. Анау Әнет баба білесіздер ғой, не арсыз, не ғайып, не дауысыз, не қымбат деген дүниелерді, не тәтті деп барлығын көрсетіп, міне соның барлығын біз біртіндеп өтіп жаттайтын боламыз. Енді бізге керек ислам дәуірі әдебиеті. Ислам дәуірі әдебиеті деп не себепті аталады? Білесіздер, ислам діні ең алғаш дін болып қалыптасқаннан кейін, сол ислам дінін таратушылар не істеді? Бүкіл әлемді шығарылады. Мынау ислам дәуірі әдебиеті деп айтылуының бір себебі, сол ислам діні тарай бастаған кез болды. Соғыспен де немесе жай сөзбен де ислам діні біртіндеп тарап бастады. Жүсіп Баласағұнның анау негізгі ислам дінін, сопылық ілімінің негізін қалаушы деп Қожа Ахмет Яссауиді айтамыз. Немесе Махмұд Қашқари бар, Әл-Фараби, бұлар бізде сол ислам дәуірі әдебиетінің көрнекті өкілдері болып табылады. Неге? Өйткені шығармаларында осы ислам дініне қатысты, ислам заңдарына қатысты белгілі бір нелер, үзінділер кездескендіктен. Қарахан мемлекеті дейміз, 942 шыдаспасам, сол жылы құрылған мемлекет, сол мемлекеттің тұсында өмір сүрген, сол бір кезеңдерде өмір сүрген тұлғаларды біз ислам дәуірі әдебиетінің өкілдері дейміз. Соның басын бастайтын осы Жүсіп Баласағұн. Жаңа айтқандай, сіздер айтқан Хас Хажип дедіңіздер. Негізі Жүсіп Баласағұнның шын есімінде Жүсіп Баласағұн деген есім болмаған. Ол тек қана ұзақ жылдар бойы сол Баласағұн қаласында өмір сүргеннен кейін, сол қалада туғаннан кейін есіміне Баласағұн деген есім қосылып кеткен. Енді Жүсіп Баласағұн не істеді, не білуіміз керек? Ең бірінші сол нәрседен бастайық. Ең бірінші Жүсіп Баласағұн деген қалада дүниеге келді дедік. Ол орданы, ол мекенді екінші бір атпен Күзорда деп атаған. Күзорда деп аталған. Сол жерде дүниеге келіп, сол жерде біраз уақыт не істеген? Тұрған. Сол бір кезеңде анау сарай билеушілеріне өлең айтып, сондай істер жасаған, яғни күй шертіп, олардың белгілі бір жаңағы өнерпазы ретінде алғашқы кезеңдерде не істеген?
солардың көңілін көтеріп жүрген. Одан кейін 1069-1070 жылдар, яғни 69-дан бастап 70 жылға дейін 12 айдың көлемінде осы Құттыбілік деген дастанды жазып шығады. Бұл Құттыбілік дастаны ел билеу ісіне арналады, яғни елді қалай билеу керек, 1020, ол шамамен айтылады 1019-1020 деп, қыздар. Жалпы 10-12 ғасыр ислам дәуірі әдебиеті десек, Жүсіп баласағұн бізде 11 ғасыр. Өйткені 1017, 1020, 1018, 1019, 1020, 1021 деген әртүрлі дерек бар. Шамамен айтатын болсақ, бұл кісі 11 ғасырдың бас кезінде дүниеге келген. Алғашқы бір 17 жылдан былай қарай есептей бересіздер ғой. Кейбір деректерде 21, мысалы мектеп баспасында 21 деп береді, Атамұрада 20 деп береді, мектеп баспасында тағы бір дерек бар, 17 деп береді. Яғни әртүрлі деректер бар. Одан кейін бұл кісі 69-70-те осы Құттыбілік дастанын жазған. Бұл дастанды жазған кезде енді бұл ел билеу ісіне арналды. Толыққанды, былайша айтқанда, бір елді билейтін патша қандай болу керек? Сол елдің әміршісі халықты қалай билеу керек? Халық пен патша арасында қандай байланыс болу керек? Міне осы нәрселерді негізге ала отырып, не істейді? Осы шығарманы жазып өтеді. Және сол ел билеуге қатысты шығармасын Сатық Қара Боғрахан, сол бір кезеңдегі елдің билеушісіне тарту етеді. Ол тартуды Сатық Қара Боғрахан қуана-қуана қарсы алады. Не себепті? Өйткені өзі де ел билеуші, сондай басшы болғаннан кейін, ол кітап ол кісі үшін кәдімгідей бір үлкен еңбек секілді болды. Сол себепті де Жүсіп баласағұнға қас қажып, яғни сарай уәзірі деген атақты берді. Кейіннен бұл Жүсіп баласағұнның Құттыбілік деген дастаны елді аралап, кәдімгі сұранысқа ие шығармалардың бірі болды. Яғни бүкіл сол бір кезеңде өмір сүрген мемлекет басшыларының барлығы арнайы тапсырыспен алдырып оқитын шығармаға айналды. Жалпы шығарма 1300 жолдан тұрады. 2 жол бір бәйіт деп есептеледі, яғни 2 өлең жолы. Қараңыздар, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Я болмаса ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба деген секілді 2 өлеңнің жолы бір бәйіт деп есептеледі да. Бұл 6520 бәйіттен тұрады. Ал мынау 1300 жол деген ол шамамен 85 тарауы бар, және бұл шығарманы қазақ тіліне аударған Асқар Егеубаев деген 1300 жыл ма, 13.000 жыл бола ма әлде? 13.000, 1300 дедім ба, 13.000 жол. Яғни мынау былай ғой, қараңыздар. Бір бәйітте 2 жол. Мынаны 2-ге көбейте саласыздар ғой. Енді мынау шамамен 13.000 жол деп береді. Жай ғана 13.000 жол деп жалпылама бере салады. Сонда 6520 бәйіттен тұрады, 1300 жол. Сонда бір бәйіт 2 жолдан тұрады екен. Енді бұл Құттыбілік деген дастан, білесіздер ғой, бізде көп шығарма алғашқы кезеңде ауызба-ауыз тарағаны бар. Одан бөлек сол бір кезеңдерде анау жазылу ерекшелігінде өзіндік айырмашылықтары бар шығармалар болған. Бұл Құттыбілікте ең алғашында мысалы Жүсіп баласағұнның жазып кеткен нұсқасы болды да, ол нұсқа кейіннен жоғалып кетіп, сол нұсқаның негізінде әркім жазып қалған осындай 3 нұсқа тараған. Вена нұсқасы, Каир нұсқасы, Наманган. Енді қараңыздар, Вена деген ол немен аталған? Тұрған қаласымен аталған да. Каир деген Мысыр жері, ал Наманган деген Ферғана қазіргі Өзбекстан жерінде. Вена, Герат, осы 3 жерде не істелген? Осы 3 жерде Құттыбілік дастанының 3 нұсқасы табылған. 3 нұсқасы. Герат қаласындағы нұсқа, ол шамамен 15 ғасырда табылғанда, ол ұйғыр тілінде жазылған. Ұйғыр тілінде. Қазіргі кезде Вена деген үлкен қалада тұр. Одан кейін Каир, білесіздер. Каир деген. Египет, Каир, Мысыр елі. Сол Мысыр елінде екіншісі табылған. Мысыр елінде екіншісі табылған, бұл араб әрпімен. Біріншісі ұйғыр жазуымен жазылса, екіншісі араб әрпімен жазылған. Одан кейін Наманган деген несі бар? Ферғана, яғни Өзбекстан жерінен табылған 3-ші нұсқа, бұл да араб әрпімен жазылған. Қазіргі таңда Ташкент бар ғой, анау Өзбекстанның қаласы, сол жерде сақталып тұр. Неге бұл 3 нұсқа? Өйткені бұларда айырмашылық бар. Біреуі қысқа нұсқада, мысалы біз 4 баспа деп айтамыз ғой, 4 түрлі болғаннан кейін. Яғни бұл да 3 неге нұсқаға жүктеледі, себебі 3-еуі 3 түрлі нұсқада жазылғандықтан. Біреуінде мысалы ұзақ берілуі мүмкін, біреуі қысқартылған түрде беруі мүмкін, біреуінде кейбір өлең жолдар
кездеспеуі мүмкін деген секілді. Енді біздің қазақ тіліне аударған Асқар Егеубаев дедік. Одан кейін Түркия елінде, білесіздер, бұл көне түркі халықтарына ортақ туынды ғой. Біздің қазақ тіл деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені бұл түбі бір түркі халықтарына ортақ туынды. Сонда Түркия елінде де бірнеше несі, баламасы жарыққа шыққан екен. Апай, ана Жалпы Вена құтты Герат білік дегенде деген араб тілімен жазылған ғой, Вена Герат деген ұйғыр, көне ұйғыр ұйғыр. жазуымен жазылған. Ал жарайды. Каир мен Наманган нұсқасы, яғни анау Мысыр Араб. жеріндегі мен Өзбекстан жеріндегі нұсқасы араб тілімен жазылған, араб жазуымен жазылған. Міне Жарайды. осы секілді. Енді жалпылама құтты білік дастанына байланысты бұл жерде ел басқару деп айттық. Ел басқару идеясы қандай, ол жерде не сөз болады, не айтылады деген дүниелерге тоқталайық. Жалпылама алғанда құтты білік дастаны бәріміз білеміз. Алдында біз сіздермен Абай, Құнанбаев деген тақырыпты өткен кезде Ескендір деген поэманы өткен болатынбыз. Ол жерде де Ескендірдің жауыздығын, алауыздығын суреттегенмен де ол жерде басты нәрсе бар. Ол не? Ол жерде басты нәрсе ел билеу деген нәрсе болды. Міне бұл құтты білікте де ел билеу деген нәрсе болады, бірақ бұл халық пен патша арасына не болады? Алтын көпір секілді болады. Бұл жерде тек бір патшаны немесе халықты жақтамайды. Бұл жерде былай жасайды, қараңыздар. Патша елді қалай басқару керек? Яғни патша деген не деген сөз? Ол елді билеуші, ал халық патшаға қалай бағыну керек? Сонда бір жақты ғана көтермейді да, халық әрдайым халықтың айтқаны шындық демейді да, немесе патша ол биліктің өкілі, соның айтқаны ғана дұрыс деп ешкім айтпайды. Бұл жерде құтты білік дастаны анау әділетті, сондай халықты ауызбіршілікте ұстайтын патшаның бейнесін ашып көрсетеді. Міне ана Сатық Боғраханда мына құтты білік дастанына қызыққандығы, немесе сол бір кезеңдегі патшалардың арнайы тапсырыспен алдырып оқығандығының басты себебі осында. Қазір Күнтуды, Айтолды, Оғдырмыш, Одғырмыш деген 4 кейіпкердің атынан бұл шығарманы баяндайтын боламыз. Мен төрт баспа бойынша берілген нұсқаларын оқисыздар. Ең бірінші сіздерге тапсырма. Қазірден жазып алсаңыздар болады. Ең бірінші сіздер соны оқисыздар. Сол жерде өлең түрінде берілгенде әрбір кейіпкердің атынан сөйлейді. Яғни мыналар төртеуінің ортасында үлкен не болады? Төртеуінің ортасында үлкен әңгіме болады. Ел басқаруға байланысты біреуі бір бейнеде, екіншісі тағы бір бейнеде. Міне сондай бейнелерді жиыстырып, не істейді? Күнтудыбектің ерекше билік иесі екендігін ашып көрсететін Апай, кешірім өтінем. Осы дастан жаңа қай нелерден, мектептерден таппай қалдым да, қай сыныпта еді? 9-ды өтіп жатыр. 9-шы сыныпта ғой. Жақсы, апай. Ал кеттік. Біз 9-шы сыныпқа көштік, қыздар, ұмытпаңыздар. 9-шы сыныпқа көштік. Ал енді бастаймыз. Естулеріңіз бар ма? Не білесіздер? Кім не біледі? Қыздар? Апай, мен бүгін Арман ПВ бойынша оқып шықтым. Эфир біткен соң қалғандарын оқимын. Жақсы. Бұлай негізі естіметпедіңіздер осы уақытқа дейін. Қарахан әулеті туралы болды. Жақсы, қараңыздар. Бұл өзі Қарахан мемлекетінде өмір сүрді деп жалпы баяндалады. Енді бұл шығарма қалай баян етіледі, қалай бізге жеткізіледі? Бұл жерде мына 3 кейіпкер 3 бір бейне ретінде суреттеледі. Яғни ол 4 кейіпкер 4 бейне ретінде суреттеледі. Бұлардың арасында не болады? Бір-біріне сұрақ қою, сұрақ алмасу, жауап беру деген секілді сұхбат дейміз ғой. Дәл сол сұхбат түрінде жүзеге асады. Төртеуі адам бойындағы жалпы адамға қажетті бір 4 мықты қасиет дейді. Міне сол тұрғыдан әңгіме қозғайды. Ең бірінші, ол адал заң шығарушы, әділеттіліктің бейнесі, қатаң тәртіптің иесі, ол Күнтудыбек болады. Шығарманың басы қалай басталады? Ертеде бір Күнтуды деген
сондай елді әділетті билеген патша болады. Тіпті оның елді әділетті билегені соншалық аты бүкіл әлемге жайылады. Барлығы қызыға қарайды, Күнтуды бектің анау халқына ерекше қызығушылықпен қарайтын болады. Елін бөліп жармайды, кедей бай демейді. Барлығының жағдайын тең дәрежеде қарастырып отырған сондай әділетті бір патша болады. Енді Күнтуды бектің атағы бүкіл әлемге жайылып кеткен, сол кезде оны Айтолды деген адам іздеп келеді, енді көргісі келеді. Сонымен Күнтуды бекпен кездесіп Айтолды, екеуінің ортасында ұзақ әңгіме болады. Сол жерде Күнтуды бекпен Айтолдың әңгімесі жарасып, Күнтуды бек Айтолдыға өзінің уәзірі болсын деп өтініш жасайды Айтолдыға. Енді қараңыз, соншама Күнтуды деген бектің әділдігіне барлығына қызығып келген Айтолды оған келіседі. Міне сол кезден бастап не істейді? Айтолды Күнтуды бектің уәзірі болып, соның жанында қалады. Соның жанында уәзірі болып қалады. Ұзақ уақыт жүреді, сөйтіп Айтолдының баласы Оғділміш дүниеге келеді. Сөйтіп оны жанында ұстайды, барынша барлық нәрсені үйретуге тырысады. Сөйтіп жүрген кезде Айтолды уәзір үлкен неге ауруға ұшырайды. Күнтуды деген ол бек патша. Айтолды деген соның жанына уәзір болады. Оған Күнтуды бек өзі айтады. Енді екеуі ұзақ уақыт әңгімелеседі, сөйлеседі. Сонда Айтолдының ақылдылығына, сондайына таң қалған Күнтуды бек оны өзінің жанына уәзір қылып алып қалады. Міне осы жайттан кейін Айтолды келгеннен кейін елде, енді қараңыздар, өздері әділетті өмір сүріп жатқан сондай бір керемет мемлекет еді, иә? Әділдік бар, бай, кедей деп жіктемейді. Ал Айтолды келгеннен кейін бұл ел не істей бастайды? Бұл ел қандай деңгейге жетеді, қалай ойлайсыздар? Анау Айтолды деген Айтолды деген бақ дәулеттің бейнесі ғой. Айтолды келген кезде ел, анау біз айтамыз ғой, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман дейміз ғой. Міне сол Айтолды уәзір болып келген кезден бастап бұл елде сондай жағдай орнайды. Яғни елдің бәрі кәдімгі дүниесінің барлығы түгел, ішкен алдында, ішпеген артында деген секілді сондай ғұмыр кешеді. Сол себепті де Айтолды бек бұл шығармада бақ дәулеттің бейнесі ретінде суреттеледі. Күнтуды Айтолды келгенге дейін елді әділетті басқарды. Бүкіл әлемге аты жайлы, сол себепті ол әділеттіліктің бейнесі болды. Кейін Айтолды келді. Айтолдыны жанына уәзір қылып алғаннан кейін, оның Күнтудының ақылына ақыл қосып, екеуі бірге билік құрған кезде, Айтолды келгеннен кейін ел бақ дәулетке кенелді. Яғни бүкіл жағдайлар жақсы болды. Сөйтіп жүрген кезде Айтолды уәзір не істейді? Айтолды уәзір бір үлкен айықпас дертке шалдығады да, өзінің баласы Оғділміш міне, мынау өзінің баласы. Оғділміш емес, Оғділміш. Осы Оғділмішті не істейді? Оғділмішті Күнтуды бекке табыстайды. Яғни өлер шағында менің осы балама қарасаң, менің орнымды балам баса алса деген секілді сөздерді айтып, Айтолды қайтыс болып кетеді. Айтолды қайтыс болғаннан кейін Оғділміш біртіндеп не істейді? Біртіндеп сол елдің байжетқында билік ісіне араласа бастайды. Енді әкесі өлді, бірден әкесінің орнын баспайды, сонда да көп нәрсені Күнтудыға табыстап кетті ғой, үйретерсің балама деп. Сөйтіп ғұмыр кешіп жатқан кезде Айтолдының өз ақыл парасаты сондай керемет адам болғандықтан, баласы одан асып түспесе кенде болмайды. Сөйтіп Оғділміш біртіндеп өз әкесінің орнын не істей бастайды? Баса бастайды. Сонымен Оғділміш әкесінің орнын басып, бірақ ел одан сайын көркейе түседі. Жалғыз өзі елге уәзір бола алмайтындай деңгейге жетеді. Қанша Күнтуды бек патша, ол барлық шешімді шығарады дегенмен де, бүтіндей бір елге Оғділміш аздық етеді. Сол кезде Күнтуды бек оған айтады: сен өзіңнің жаныңа адам тап дейді. Яғни өзіңнің жаныңа серік болатын, сенімен бірге не істейтін, осы істі жүргізетін адам тап дейді. Сонда Оғділміштің есіне өздерінің туысқаны Одғырмыш түседі. Яғни Айтолды мен Оғділміштің туысқаны Одғырмыш бұлардың есіне түседі да, Оғділміш Одғырмышты іздей бастайды біртіндеп. Іздейді. Сол кезде Одғырмыш естеген екен.
ол барлық нәрседен былайша айтқанда дүниеден дейміз ғой, дүниені тәрк етіп тақуалық жолмен алыс бір жерге кетіп қалған, яғни оған дүние деген сияқты дүниелер қызық емес, сөйтіп өмір сүріп жатады. Анау тақуа болып кететін адамдар бар ғой, басқа еш нәрсе ойламайды, тек құлшылықпен. Одғырмыш сондай болып кетеді. Енді Оғділміш оған барады, барғаннан кейін патшаның сынысын айтады Күнтудыбектің. Яғни біздің патшамыз саған осындай қызмет ұсынып жатыр, менің жанымда болсаң, былайша айтқанда сені үлдемен бүлдеге ораймыз, барлық жағдайың жасалады деп бар пікірді айтады. Бірақ Одғырмыш өзі бітті өмірді тәрк еткен адам, ол осы өміріне де қанағат етіп жүргендіктен Оғділміштің айтқан несін қабылдамайды, ұсынысын қабылдамайды. Не істейді енді Оғділміш? Қабылдамай тұрғаннан кейін ол елге қайтады. Бірнеше рет Күнтуды патша екеуі Одғырмышке адам жібереді. Одғырмыш ешқайсысына бармайды. Соның ақыр соңында Күнтудыбек Одғырмышты жай ғана бір шай ішуге, әңгімелесуге келіп кетсін деген шақыртумен шақырады сол жерге. Арнайы сондай шақыртумен шақырады. Одан кейін барып Одғырмыш енді патша шақырып отырғаннан кейін жұмысқа емес, шай ішуге, яғни әңгімелесуге шақырып жатыр. Мен не істейін? Мен барайын дейді да Күнтудыбектің, Күнтуды патшаның сарайына келеді. Екеуі әңгіме айтады. Күнтудыбек Одғырмыштың де сондай ақылды азамат екеніне қатты таң қалады. Сол жерде енді өзінің ұсынысын тағы бір айтып көреді. Бірақ Одғырмыш өзінің баяғы ескі жаңағы артына тағатын сөмкесін тағып, қайтадан қолына таяғын ұстап, өзі өмір сүріп жатқан тауға қайтадан кете барады. Яғни мен ол істі не істей алмаймын, қабылдағым келмейді. Яғни менің жағдайымды қанша жерден жасасаңдар да, мен осы күніме не істеймін? Шүкірлік етемін деген сөздерді айтып, сонымен ол өзінің тауына қайтып кетеді. Сонда Күнтудыбек таң қалады ғой, не деген қанағатшыл адам деп. Сол себепті де Одғырмыш бізде бұл шығармада қанағаттың бейнесі ретінде суреттеледі. Сонымен күндер өтеді, Одғырмыш те өзінің ағасы Айтолды секілді, ол да айықпас дертке шалдығады. Сол кезде Оғділміш Одғырмыштың жанына барып, үйіне барып, оның жағдайын сұрайды. Сонда Одғырмыш Оғділмішке ақыл айтады. Яғни сен ақылды адамсың, ел биле, жаңағы Күнтудыбектің жанынан кетпе, сен өте ақылдысың. Сондай сөздерді айтып, не дейді? Ел билік ісіне аралас дейді. Өйткені Оғділміш бұл шығармада ақыл парасаттың бейнесі болады. Шынымен де өте сондай ақылды тұлғалардың бірі болады. Міне Одғырмыш сол елді билей аласың, әкеңнің жолын қу деп өлер алдында Оғділмішке сондай ақылдар айтып кетеді. Сонымен Оғділміш Күнтуды патшаның жанында ақыл парасатын көрсетіп, әкесінен асып түсіп, билікке не істейді? Араласады. Жалпылама шығарма осындай ретпен жүзеге асады. Енді бұл жалпылама мазмұн ғана. Бұл жерде әркімнің атынан, яғни сіздер былай өздеріңіз туралы айтасыздар ғой, мен Делназбын, мен осындай деген секілді, бұл шығармада да бірінші кейіпкерлер өздерін таныстырады. Ары қарай жаңағы ақыл парасат туралы, адам бойындағы жалпы қанағат деген сезім туралы өзіндік ойларды айтады. Соның бірі мына шығарма басталған кезде Күнтудыбек өзін таныстырады. Бұл міндетті түрде сіздерге сұрақ болып келеді. Жарқыраған күнді көр мені, күн сөнсегер тіршіліктің өлгені. Яғни өзін күнге теңейді да, егер күн сөніп қалса тіршілікте сөнеді деп, мен жоқ болсам тіршілікте сөнеді деп өзін солай бағалайды. Ал Айтолдыбек не істейді? Айтолды уәзір өзін былай айтады. Жаңағы мен де айдай жаңыланып тұрамын. Қандай еді? Мен де айдай жаңыланып тұрамын. Бірде бармын, бірде жұмбақ тұрағым. Яғни өзі уәзір ғой, өзінің бақ дәулеттің бейнесі ретінде айтады да, ай сияқты жаңыланып тұрамын дейді. Яғни әрдайым білім аламын, мен бірақ бірде бармын, бірде жұмбақ тұрағым. Яғни кейбір кездерде жұмбақ адам секілді болып кетемін деп Айтолдыбек өзіне сондай баға береді. Енді бұл жерде тек қана бір үшеуінің арасындағы әңгіме, төртеуінің арасындағы әңгіме ғана, немесе ел басқару ісі ғана сөз болмайды. Бұл жерде толыққан адам бойындағы қасиеттерге де тоқталады. Енді 13 мың жол деген оңай нәрсе емес қой. Ол жерде мындай қысқаша оқиға ғана болады дегенде жұрт нәрсе емес, иә. Сосын бізде Абайда бар, иә, 5 нәрседен қашық бол деген, иә. Қандай еді?
Өтірік өсек мақтаншақ, Ғылым еріншек таппай бекер мақтанба өлеңінде, иә. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек және Бекер, мал еріншектік және шашпақ. бекер мал шашу, иә? Яғни Иә. өсек, өтірік, мақтаншақтық, иә, жаңағы еріншектік, одан кейін өтірік мал шашу. Міне бұл шығармада да тура осы нәрсе баяндалады. Адамның 5 нәрседен қашық болуы туралы. Бұл жерде енді тура 5 нәрседен қашық бол демейді, былай айтады. Қандай еді? Жүрсін бектер 5 нәрседен алыстап, яғни 5 нәрседен алыстау, қашық болу екеуі бір ұғым ғой енді. Дәлме-дәл қашық бол деп алмайды. Тек қана алыстап жүрсін дейді. Олар ұшқалақтық, одан кейін сараңдық, одан кейін ашу, надандық, ең соңғысы өтірік. Міне осы 5 дүниені айтады өлең жолдарының ішінде бар. Ұшқалақтық, сараңдық, ашу, надандық және өтірік. Міне осы дүниелерді негізге ала отырады да, бұны Абайдың біз анау ғылым таппай мақтанба деген өлеңінің ішінде айтылатын өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашатын адамдар туралы осы екеуін бір-бірімен байланыстырады екенбіз. Одан бөлек адам бойындағы ақылдылық, одан кейін білімсіздер, яғни білімсіз адамдар қандай болады? Сол жерде айтады ғой, келей, надан деп айтады да, надан депші, сондай білімсіз, оқымайтын адамдарда. Надан деп, сен надан білім алса, оның құқты тасиды дейді, яғни білім алған кезде оның ақылы көбейеді деген мағынада айтады. Одан кейін ақылдың не екеніне, білім білсе оның қандай болатынына біртіндеп осыларға тоқталады. Негізгі осы бір жердегі айтылатын нәрсе ол осы Абай мен Құттөбелектегі үндестік. Одан кейін келесі бір нәрсе бар. Келесі бір нәрсе не? Келесі бір нәрсе ол бізде тіл туралы айтады. Яғни тіл өнері деген не? Тіл арқылы не істей аламыз. Одан кейін адам бойында ақыл болса не болады, білім болса не болады дейді. Осы екеуін бір-бірімен байланыстыра отырып баяндайды. Сонда бұл жерде тілді уға теңейді да, бір андай ашулы болса тіл у болып кетеді, жаңағы өлтіреді. Кімге бағытталса да сол тіл арқылы шыққан сөз ол адамды өлтіреді дейді. Міне осы нәрселерді баяндап өтеді. Енді шығарманың негізгі тақырыбы бар дедік қой, әу баста ел билеу ісі, алғашында соны дәріптеді деп. Осы жерде бізде патшаның ақысы мен халық ақысына тоқталады. Яғни екеуінің бір-бірінің алдындағы міндеттері. Патша не істеу керек, әкім не істеу керек. Сонда қараңыз, сіз ел билеп отырсыз, сіз халыққа қандай жағдай жасап беруіңіз керек. Ал патшаң жағдайыңды жасап қойса, сен қандай жауап қайтаруың керек деген сияқты, міне осы нәрселерді байланыстыра отырып, кім байланыстыра отырып осы Жүсіп баласағұн өзінің Құттөбелек дастанында айтады. Ең бірінші халықтың ақысы дейді. Яғни патша халыққа не істеп беру керек? Ең бірінші нәрсе ақша дейді. Яғни ол дәлме-дәл ақша делмейді, тек қана халықтың жағдайын жасау керек дейді. Яғни халық қиын тағдырды басынан кешпеу керек, жоқшылықта өмір сүрмеу керек. Ең бірінші патша халыққа сол жағдайды жасап беру керек дейді. Одан кейін патша ол әділетті болып, еліне әділ заң шығарып беру керек дейді. Қандай жағдай болмасын, елінің қамын ойлап, еліне әділ заң шығарып беру керек дейді. Одан кейінгі келесі бір нәрсе бар, ол үшіншісі тыныштық деген нәрсе. Ол қандай тыныштық? Сыртқы жаудан қорғау. Қандай жағдай болмасын, халқын не істеу? Сыртқы жаудан қорғау. Міне осы нәрсені дәріптейді. Сонда патша халықтың жағдайын жасау керек. Неге, не үшін деп қиналмау керек. Және бай кедей деп бөлмей, оларға бірдей әділ заң шығарып беру керек. Және сыртқы ішкі жаудан, алауыздықтан сақтау керек халықты. Міне патшаның халық алдындағы ең басты міндеті деп көрсетеді. Ал патшаң саған осындай жағдай жасап берсе, сенің патша алдындағы міндетің қандай болады дейтін болсақ, ең бірінші нәрсе не деп айтады? Ол бірінші патша қандай жарлық шығарса да, соған бағыну. Патша қандай жарлық шығарса да, яғни сенің бүкіл жағдайыңды жасап беріп отырған патшаның заңына бағыну.
Одан кейін патша қандай салық бекітеді? Ел үшін жаңағы мемлекетке төлейтін қандай салық бекітеді? Міне, сол салықтың барлығын төлеу. Артық сөзсіз, артық дүниесіз патшаның бұйырған салығын төлеу. Одан кейін халықтың әрдайым сенімен деп патшаға айтып тұр да, халық әрдайым сенімен бірге болу керек дейді. Яғни халық қандай жағдай болмасын, өз патшасын тастамау керек жалғыз. Қандай шешім қабылдаса да, мысалы қандай да бір соғыс болып жатса да, қандай да бір қиын кезең болса да, халық патшаны тастамауы керек. Міне осы дүниелерді негізге ала отырып, халық пен патшаның бір-бірінің алдындағы ақысын осы шығармада суреттеп көрсетіп береді. Жалпы жаңа айттық қой, Абайдың ғылым таппай мақтан басымен ұқсас. Сосын әсемпаз болма әрнеге деген бар ғой, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге деген. Міне сол өлеңмен де мазмұндас шығармалардың бірі. Одан кейін адам баласындағы негізгі қадір қасиетін ұстап тұратын нәрсе ол білім мен ақыл деп суреттеледі шығармада. Адамдарға қандай білім берді, адамдар не арқылы ақылды болды. Міне осы дүниелерді негізге ала отырып, бізге осы Жүсіп Баласағұнның Құтты білік деген дастанын толыққанды баяндап береді екен. Жалпылама күрделі шығарма емес, қатты бір ой дейтіндей күрделі емес. Тек қана бұл жердегі маңызды нәрсе ол өлең жолдарымен танысу. Өйткені кез келген өлеңнің үзіндісі келіп қалу ықтималдылығы өте жоғары. Не үзінді келіп қалуы мүмкін, я болмаса неге байланысты? Жаңағы өздерінің айтқандары бар ғой, Айтолдының, Күнтудың, соларды жаттап алу керек. Солардың өздері туралы айтқандығы, яғни өз-өзіне қалай баға береді деген нәрсе келіп қалуы мүмкін. Сосын мынау Абайдың 5 нәрседен қашық болу, сол екеуіндегі ұқсастық, яғни нақты нелерді айтады. Абай айтады ғой, өсек, өтірік, мақтаншақ. Енді мына жерде қайсысы келеді? Өтірік әрине, еріншектік және мал шашпақтық. Солардың ішінен үндестерін тауып аласыздар да бір-бірімен не істейсіздер? Біріктіресіздер. Жалпылама алғанда бұл жерде ел билеу деген нәрсе негізге алынып жазылады. Қасқа жеп деген атақ алған дедік. Күнтуды, Айтолды, Оғдүлміш, Одығырмыш деп осы 3 адамның атынан баяндалды. 3 нұсқасы бар екенін айттық. Қазақ тіліне аударған Асқар Егеубаев екенін айттық. Енді Қасқа жепті айттық, жалпы 4 кейіпкердің негізінде айттық, Абаймен ұқсастығын айттық. Былайша айтқанда, не себепті Күнтудыбек әділеттің бейнесі десе жауап бере аласыздар ғой, иә? Күнтудыбек неге әділеттің бейнесі? Өйткені елін әділ билеген үшін бүкіл әлемге аты жайылады. Ал Айтолдыбек неге қанағаттың, жаңағы байлықтың, сондай молшылықтың бейнесі десеңіздер, Айтолды уәзір болып келгеннен кейін ел жұрттың жағдайы жақсарады, яғни олар бақ дәулетке кенеледі. Сондықтан бақ дәулет дүниенің бір символы ретінде суреттеледі. Ал Оғдүлміш неге ақылдың, сондай ақыл парасаттың бейнесі дейтін болсақ, ол әкесінен де асып түскен өте ақылды болады. Сондықтан біз оны ақыл парасат бейнесі ретінде аламыз. Ал Одығырмыш неге қанағат бейнесі десек, ол бүкіл дүниені тәрк етіп, не істеген? Тәрк етіп өзі жеке өмір сүрген. Қаншама дүние береміз, сенің жағдайыңды жасаймыз деп жатса да, Одығырмыш өзінің Қанағатшыл адам болған. қанағат еткендіктен, міне осы дүниелерді естеріңізге жақсылап сақтап алыңыздар. Бұдан басқа тағы айтылатын осы 4 адамның болғанда кейіпкердің есімі аталады. Сосын ел билеуге қатысты айтылады. Қазір тағы не айтуым керек еді? Жарлыққа бағыну дегендерді айттым. Қасқа жүп деген атақты кім бергенін айттым. 3 нұсқасына тоқталдық. Жалпы осы құтты білікке байланысты. Кімде қандай сұрақ бар енді? Сұрақ жоқ. Кімде қандай сұрақ?
Сәлеметсіз апай, апай сұрақ жоқ, негізі маған сақталған эфирлерді жібере аласыз ба, или болмаса платформа сала аласыз ба? Қазақ тілінен Платформада тұрады ғой деймін. 3 сабақ па салынбады, олар бүгін салынады платформаға. Қалған сабақтың бәрі платформада тұр. Иә, көп араласып кеткен бұрынғылары да бар екен. Ішінде бар. Жоқ, бірінші лек дегенге кіріп көріп жүрсіздер ма? Бірінші Иә, лек бірінші дегенде. лекте, иә, Ал- апай. Алдында өткенде бір қараған бұрынғы эфирлерді, аңыздың ақырынан көргем. Ол бұрынғы эфирлерде бар, а бірінші лекте өзіміз Олар араласып жүр. Апай, Ол жерде былай да. Ол жерде бір мұғалім кіргізді да, бірақ мұғалімші бәріміздікін, химия болсын, биология болсын, бәріміздікін бір мұғалім салып отырды да, ол жерде тақырыптардың реттілігі сақталмай қалды. Өйткені ол кезде біз бір аккаунтпен бәріміз кіре беретінбіз. Ал қазір әрқайсымыз әр лекке бөліп салып жатырмыз. Сіздерге екінші лектің эфирлері көрінбейді ғой, иә? Тек бірінші лек. Оны әлі көрмеппін, апай, екінші лектікін. Тек бірінші лек. Иә, апай, тек бірдікі көрінеді. Жақсы, ендеше сіздерге доступ бермеген. Апай, сіз уже мектепке де шығып кеттіңіз ба? Сол үшін ғой мектепке шығып кеттім да, сабақ Бірінші лек кестесі бар, кішкене екінші лек кетіп бар, жатыр. Иә, әлі үшінші лек ашылады. Үшінші лек Просто бір кішкене расписанияны ыңғайлап алсақ болады да. Мен негізі боспен үш ақ күн ғана жұмыстамын ғой. Тек мектепте де білесіздер ғой, расписание бірден орныға қоймайды да. Алғашқы 1-2 аптада кішкене өзгеріс енгізіледі. Ана мұғалімнің сабағымен қатар әлі келіп сөйтіп қалыпсыз, ана жаққа ауысыңыз деп. Сонымен сол жағынан кішкене мәселе болып тұр, әйтпесе бірінші қойып тастағанбыз сіздердің сабақтарыңызды. Енді бүгін қайтадан сабақ қойып тастаған, сонымен үлгермей шыға сап келіп айтып бүйтіп, сонымен қосып үлгергенше осы уақыт болды. Тоже біз мәселе болып сияқтыларға бересіз ба, жатыр. апай, үлкен жоғарғы сыныптарға? Иә, 11 сыныпқа беремін. Сіздер сияқты қазақ тіл әдебиетінен дайындаймын оларды да. Одан күшті. кейін оқу сауатына сабақ беремін, 7 сыныпқа сабақ беремін, сондай сабақтарым бар. Күшті. Жүйесі мүлдем басқаша, сіздерге сабақ беру мүлдем басқа ғой. Кеттік. Олар ойын ойнайды, білмеймін. Кеттік енді. Келесі нәрсеге өтейік, иә? Құттыбілікке байланысты сұрақ бар ма? Жоқ, апай, түсінікті, тағы да кейіпкерлерді оқып аламыз, жақсылап талдап тастау керек. Хрестоматия болса, мектеп берген болса, бар 11 болса, сол хрестоматиядан, иә, Құттыбілік деген дастанның 9 сыныптың Құттыбілік деген дастанның толық нұсқа болғанда 100% болмаса да, біршама толығырақ нұсқасы хрестоматияда берілген. Жоқ, оның ешқайсысы жоқ десеңіздер, мектеп оқулығы негізінде 4 баспада қандай нұсқалары бар? Барлығын бір шолып оқып шығыңыздар. Бір шолып кәдімгі бастан аяқ оқып шығыңыздар. Сосын міндетті түрде жұптық жұмыс жасаған кезде қыздар астындағы сұрақтарға жауап береміз. Осы апта деп өтірік айтпай ақ қойын, осы апта кішкене расписание реттелсе, келесі аптадан бастап мен сіздердің жұптық жұмыстарыңызға қатысамын. Не жасадыңыздар, не істедіңіздер осы уақытқа дейін, барлығын сол кезде білетін боламын. Кетігенше келесі тақырыпты бастай берейік, иә? Жалпама кіріспе ретінде. Келесі тақырып бізде шешендік сөз. Яғни қазақ әдебиеті тарихындағы белгілі бір кезең, ол шешендік өнер тұлғаларына арналған кезең болады. Бұл қандай? Ол тек белгілі бір мына жылға дейін деген жоқ, ораторлық шеберлік дейміз ғой. Шаш топта бір көсіліп сөйлеп кететін адамдар болады ғой. Міне сол секілді бізде нелер болды? Билер болды. Бірақ қазір ораторлық өнер дегенде тек қана не істейді? Шешендік сөз айтумен шектеледі ғой қазір барлығы. Анау шаршы топта әдемі сөйлеумен. Ал біздің мына тұлғалар не істейді қазір, біз бастайтын тұлғалар? Қазыбек би, Әйтеке би, Төле би халыққа өздерінің шешендігінің арқасында, тапқырлығының арқасында халық мәселесін шешіп бере алды. Өзінің алдына келіп көмек сұрап тұрған адамдардың мәселелерінің ақ-қарасын анықтай алды. Міне шешендік сөз деген нәрсе қазіргі ораторлық өнермен айырмашылығы бар. Жалпы атау өзгерген жоқ, әлі күнге дейін біз шешендік өнер, ораторлық шеберлік деп айтамыз, бірақ мына кезеңдегі, яғни біз қазір өтетін 15 ғасырдан басталатын шешендік өнер тұлғаларымен қазіргі шешендердің айырмашылығы бар. Ал енді шешендік сөз қаншаға жүктеледі? Ең бірінші сол нәрседен бастайық, арнау, дау, толғау дегеннен басталады. Біз жаңа айтқанда ең бірінші арнау. Шешендік арнау деген бір өлең болады да, ол өлең бір адамға арналады.
белгілі бір ханға арналуы мүмкін, белгілі бір сол бір кезеңде дұрыс билік шығармайтын бір биге арналуы мүмкін, немесе арна өлең дейміз ғой қазір, Мұқағалиға арнап арна өлең жаз, Абайға арнап арна өлең жаз деп. Сонда ана шешендік сөздің бір түрі арнау деген бөлімі сондай белгілі бір тұлғаларға немесе белгілі бір адамға арналып жазылған туындылар болған. Келесі шешендік дау. Шешендік дау деген әсіресе мынау Қазыбек би деген секілді билердің тұсында болған. Олар не істейді? Олар алдына келген екі адамның мәселесін тыңдайды да, сол мәселеге өздерінің ойларын айтады. Ойларын болғанда нақтылы бір шешім, төрелігін айтады. Сенің ісің дұрыс, сенің ісің дұрыс емес деген дүниені. Шешендік дау сол бір кезеңдерде қолданылған. Келесі бір нәрсе ол бізде шешендік толғау. Шешендік толғау деген халық басындағы жайт туралы баяндау. Мысалы, халық қырылып жатыр, халықта тамақ жоқ. Міне осыны шешендер үкіметке, жаңағы билікке, билік басшыларына шешендік толғау арқылы жеткізген. Жалпылама шешендік сөзді біз 5 кезеңге бөлеміз, яғни шешендерге байланысты. Бұл шешендік өнерді алла қаласа риторика деп өтесіздер, Аристотель, Платоннан бастап жоғарғы оқу орнына барғанда біздікі бір кіріспе секілді нәрсе, жақсы ма? Ал шешендік өнерді 15 апта бойы өздеріңіз анау Ломоносов бар, Аристотель бар, Платон бар, солардың шешендікке байланысты орыс шешендігі, одан кейін Аристотельдің кезіндегі риторика деген сияқты дүниенің барлығына тоқталып аласыздар. Жалпы қазақ шешендігі арнау, дау, толғау деп жіктеледі деп айттық. Арнау біреуге арнайып айтылатын, мүмкін бата болуы мүмкін, немесе біреудің көңіл айтып, әйтеуір бір адамға арналып жазылады. Одан кейін шешендік толғауды айттық. Ел жайын, көп дүниелерді айта білу. Мысалы, анау Асан Қайғының бар ғой, көлде жүрген қоңырқазы. Міне ол шешендік толғауға жатады. Я болмаса жыраулар поэзиясында көптеген тұлғалардың шығармасы шешендік толғау. Ал дау деген ел басындағы қиын жайт. Ана Мөңке бидің бұл заманда не ғаріп дегені бар ғой, жетім дегені, қадірін біліп оқпаса, айтылған сөз жетім деп, яғни тыңдалмаған сөз жетім деп. Міне соның барлығы бізде шешендік толғауға жатады. Ал шешендік дау ол Қазыбек бидің, Төле бидің, Әйтеке бидің алдына келген адамдардың мәселесін шешіп беруі деген нәрсе екен. Енді ары қарайғы нәрсе біз білетін ол мынау шешендік тұлғалар. Біз осы шешендік өнердегі тұлғаларды 5 топқа жіктейміз, яғни шешендік өнердің өзін даму кезеңдеріне байланысты 5 кезеңге жіктеймізді. Ол жерде әрбір тұлға бар. Бізде түгел сөздің түбі бір, сөз атасы Майқы би немесе түп атасы Майқы би деген сөз бар. Яғни бізде шешендік өнер Майқы биден басталады. Және Майқы би мен Аяз би кезеңі, ең бірінші кезең солай аталады. Келесі бізде Асан Қайғы мен Жиренше кезеңі. Бұл жерде ел құрасқан. Неге? Өйткені Асан Қайғы қазақ хандығы құрылып жатқан кезде өмір сүрген тұлға ғой, иә? Сонда осы Асан Қайғы мен Жиренше өмір сүрген кезең ел құрасқан шешендер кезеңі деп аталады да, елді енді құрып жатқан кезде өздерінің шешендігімен көзге түскен осы шешендер жайлы айтады. Одан кейін билер кезеңі нағыз анау біздің елдің ел болып қалыптасып, бірақ жан жақтан әртүрлі жаулар, атака дейміз ғой, жаулар жан жақтан шабуылға шығып жатқан кезде ел қорғасқан шешендер кезеңі. Оған мысалы Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би дегендерді алсақ болады. Өздеріңіз білесіздер, Қазыбек бидің Жоңғар ханның алдына барып, анау қазақтың құл болып кеткен қыз жігіттерінің жайтын даулап келетін кезеңі бар еді ғой. Міне сол себепті бұл кезең ел қорғасқан шешендер. Өйткені Абылай ханның кезеңі болсын, одан кейінгі тұлғалардың кезеңі болсын, бұл кезеңде не істеді? Жан жақтан жаулардың қысымы болды. Келесі бізде Байдалы, Тіленші, Шалқар билер кезеңі дейді. Бұлар керісінше сол хандарға қарсы шыққан. Өйткені бұл кезеңдегі хандар не істей бастады? Біртіндеп Абылай ханнан кейінгі халықты қандай бастайды? Бөлінді ғой, бөлініп кетті, білесіздер, иә? Әр қайсысы әр руға. Анау қаһардың өзінде айтады ғой, кімнің көрген түсін. Абылай ханның көрген түсін айтады ғой. Мен Жалғұйрық деген тұлпарыма мініп жүредім. Менен туған бала деген арыстан, одан кейін жолбарыс деп, ең соңында бақа шаян құрт құмырсқа болып кетеді деп. Мына Байдалы, Тіленші, Шалқар билердің кезеңі сол анау бақа шаянға айналып кеткен ғой, әркім әр жаққа тартып. Анау қаһарманда да айтылады ғой, Кенесары деген бүкіл елді басқару кезінде жаңағы бүткіл рудан бөлініп кеткендердің барлығын басын қосып қойдай өргізіп деген кезде осы кезде рулардың бөлініп кеткен әңгімесі де қозғалады ғой қаһарда.
Міне сол кезеңді бізде сол хан сұлтандарға қарсы кезең деп айтады. Келесі біздің Махамбет, Бала би, Сырым батыр бар ғой. Солардың кезеңі керісінше би мен болысқа қарсы шыққандар. Яғни бізде білесіздер, кәдімгідей үлкен облысқа бөлініп, бұл кезеңде Махамбеттің өмір сүрген кезеңінің аяқ жағында білесіздер, Абай да өмір сүрді. Абайдың кезеңі бізде білесіздер, болыстық сайлау деген болды. Міне сол 19 ғасырда болыстардың халықты қанағаны, тіпті анау Махамбеттің айтқаны бар ғой, хан емессің қасқырсың, хан албасты басқырсың, дұшпаның келіп табалап, достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқұрсын деп Жәңгір хан, яғни қазақтың хан емес, сол Бөкей Ордасындағы ханға, міне сол секілді би болыстарға қарсы шыққан кезең осы бір тұлғалардың. Бізде сонда шешендік өнер кезеңдері осындай топтарға, өзіндік топтарға жіктеледі екен. Енді ары қарай біз бұл шешендік өнерді жалғастырамыз. Шешендік өнердің басы ретінде түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деп, майқы биден бастайтын боламыз. Енді бүгінге осы нәрсе жетеді деген ойдамын. Ертеңгі сабаққа, ертеңгі сабақ болғанда, келесі сабақ қой, жұма күні ғой, адаспасам. Жұма күнгі сабаққа майқы биді, мөңке биді, әнет биді, осы үшеуіне жақсылап дайындалып келесіздер. Майқы, мөңке, әнет биді өтеміз. Одан кейінгі сабақ бізде кімге арналады? Одан кейінгі сабақ бізде қазақтың үш биіне, сосын сырымда толы бар бізде билердің, осы шешендік өнердің соңы ретінде қарастырылатын. Міне сол тұлғаларға тоқталатын боламыз. Бұл жерде не білулеріңіз керек? Ең бірінші айтылатын нәрсе ол бізде майқы би. Майқы бидің айтқан сөздері, анау хан ақылды болса әділ болады деп майқы биден қалған шешендік сөздер бар. Одан кейін руларға жалау тапсырғаны бар. Одан кейін мөңке би болашақты болжау, міне соған қатты назар аударасыздар. Сосын әнет баба, әнет би деп те беріледі. Анау не арсыз, не ғайып, не даусыз, бұны жаттайсыздар. Не қадірсіз, не күшті деген нәрселерді. Міне сол арқылы біз не істейміз? Сол арқылы біз шешендік өнер деген тақырыпты өтіп бітетін боламыз. Бізде әлі уақыт бар. Кімде қандай сұрақ бар, қыздар? Сұрақ жоқ. Әдебиеттен барлық шығарманы оқыдық па? Біз осы уақыттан өтіп кеткеннің барлығын толық нұсқада оқыдық па? Апай, мен ана мектептердегі кітаптардан оқып жүрмін. Апай 4 баспадан оқып жүрмін. Жақсы, 4 баспадан. Маған дәл қазір анан мен Тесендрдің сайтынан көрейінші, болмаса қазір бекітілгенше шығармаларды. Көптеген Алдыңғы шығармаларды күні- сіз айтқанда да мазмұнын жазып, композиция талдауын істеп, кейіпкерлерді жазып алып жүрміз, түсініп. Сосын алдында Абайды тағы да көргем, басында өткен сіздің эфирлеріңізде. Қазір мынау не? Ой, менде шықпай тұр ғой. Нені көріп берейін деп едім, шығармаларды. Алдында да бірақ бір көргем. Бірақ ол кезде қатты бір айырмашылық байқамағам. Сіздерде бар ма телефондарыңызда? Мен ол жерден таппай тұрмын. Апай, Инстаграмда мен көргем. Инстаграмға салған тұғын. Сендер сол телеграмнан мен көргемді алдында кіріп ше. Қазір Соны Апай таппай отырмын қазір. Қазір көріп бере салайын деген ғой, сіздердің көздеріңізше бір. Негізі мен оны алдында шыға салды ғой, қай кеше ма? Қашан жариялады Апай, телеграмға? өтпедағы сұрақтарды ма? Жоқ, сұрақтар емес, келетін шығармаларды, сосын бекітілген кітаптарды жариялаған. Алдың күні ма? Қай күні шықты, ұмытып қалдым, шыны керек. Сол кезде Осы бірден оқып жатқандар. Апай, телеграмнан жіберейін ба? Кіріп көріңдерші. Қандай екен? Менде ол жоқ екен, тест центрдан қарамаппын, қазір көрейін.
Апай сізге инстаграмға салған жібердім. Сабақ бітті ме уже? Жақсы. Қазір. Жақсы. Алып ертеңға құтты білек күтегін даналықта қашықтасын керуат тікенде бай езбей қыжбек. Бейсенбі жоқ. Айырмашылығы жоқ. Дәл бұрынғы ғой. Тек кімнің шәкәрім жастарға толық енді былтыр келмейтін негізі. Тек қана еңлікке бетпен шектеліп қалатын бәрі. Зілді бұйрық мынаның барлығы сол қалпы. Ешқандай өзгеріс жоқ. Дәл сол шығармалар. Дәл сол шығармалар. Анау күлтегін жыры қыз көрпеш баян сұлу тұмар ханшайым туралы деген бар ғой. Ол орыс мектептері үшін қыздар шошымаңыздар. Алдында бір телеграм аккаунт осындай нәрсені салып қойыпты да. Біз оқымаған, мынау мысалы Мағжан Жұмабаевтың қазақ тілі мен жастарға сенемін, айт күндері бейімбет майлиндерді біз оқымадық қой, неге оларды бізге береді деген сияқты қылып алдында бір группаға салып қойыпты. Ол қазақ тілінде оқымайтын мектептер бар ғой, мысалы орыс мектебі, олар міндетті түрде қазақ жерінде болған қазақ тілін оқиды, иә, білесіздер, қысқартылған форматта әдебиетті оқиды. Міне соларға арнайы берілген. Ал мына жердегі шығармалардың барлығы дәл сіздер мысалы Бесатарды өттіңіздер, жалған дүниені өттіңіздер, одан кейін Бекторының қазынасын өттіңіздер, Томиристі өттіңіздер, тәуекел той өтілді деген секілді. Негізі көп нәрсе, иә, енді Сәкен Сейфуллиннің сырсандығын бәрін бекітіп тастаған шығар, апай. Иә, шығарма сол. Мектеп оқулығынан біз не өтіп жатырмыз, сол шығармалар. Бірақ енді барынша сіздерден ұсынылатын нәрсе, сіздерден өтінетін нәрсе шығармаларды оқыңыздар толық нұсқада. Барынша шығарманы толық нұсқада оқуға тырысыңыздар. Ол мен айтқан менде сіздер оқымасаңыздар ол жерден пайда жоқ. Өйткені айтылған нәрсе ол айтылған жерде қалады, сіз қанша есіңізге сақтаймын десеңіздер де. Сондықтан айтылған нәрсені бір рет кітап деңгейінде тағы оқып көзіңізбен көргеніңіз жақсы. Барлық шығармаға бірден талдау жасап отырғаныңыз ол да жақсы. Солай біртіндеп үйренесіздер. Жарайды, апай. Рахмет, апай, көп түсінікті болып жатыр. Алла қаласа біраз уақыт реттеліп алайық, содан кейін сіздерге тест саламыз. Ана әдебиет мұғалімінің 1-2 эфирін көріп шығайын, мен жақсы болса онымен де бөлісеміз. Бірақ әлі енді көрмедім өзім әлі дұрыстап. Қандай, апай, мұғалім? Екінші топтың мұғалімі басқа ғой әдебиеттен. Сіз өзіңіз бересіз қой, апай, бізге? Сіздерге соңына дейін мен берем. Ана қыздар, апай неге сіз бермейсіз әдебиеттен дейді. Оларда ағай бар, жас ағай 2000 қай жылға? 2-ші курс студенті бар. Бірақ әдебиеті мықты енді. Сол кісінің егер сабақтарын көре мүмкіндік болса, сол кісінің сабақтарымен де танысасыздар. Бірақ енді жалпылама әдебиеттен деңгейлеріңіз, кәші оқып жатқандарыңыз жақсы. Бірақ кәші жақсы болғанмен мен бір күні аяқ асты ой, зачет аламын дей қалам, қазірше қолым тимей жатыр. Сол зачетта дайын болыңыздар. Ана шығарма не еді, анау кімнің аты еді, анау Абай жолының бердім мен 1-ші томын. Алла қаласа, келесі аптаның ішінде 2-ші томын аяқтап сіздерге тағы да берем. Солар бойынша сұралады міндетті түрде. Олар жайдан жай жіберіліп, жайдан жай бір қолдарыңызға беріле салған нәрсе емес. Сондықтан берген нәрсені уақытында қарап, орындап отыруға тырысыңыздар. Сол бар айтылатын нәрсе. Маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма басқа? Кімде қандай сұрақ бар? Кімге не түсініксіз? Қандай мәселе болып жүр? Қанша ұйықтап жүрсіздер? Сабақ көп кезде 12-де жатамыз, сосын сабаққа одан бері жатамыз. Апай, мектептен түнге дейін 2-3-ке дейін отырмаңыздар. Көп оқушы ойлайды, мен түнгі 3-ке дейін дайындалам, мен көп дайындалып жатырмын деп. Көп емес, одан да эффективный дейміз ғой, солай аз дайындалғаныңыз жақсырақ. Ол не, алдымен ми тынығу керек, миды тынықтырыңыздар. Ұйықтайтын уақытында ұйықтаңыздар, басқа дүние күл болмаса білі болсын деп, ең құрмағанда ұйықтайтын уақыттарыңызда ұйықтаңыздар. Неге? Өйткені ол уақытта ұйықтамасаңыздар, ми дұрыс демалмайды да, енді қабылдауы бәрібір қиын
болады мыйда. Тамақтарыңызды жөндеңіздер, барынша уақытылы ішуге тырысыңыздар. Сенсеңіздер, біз мына мектепке кіргелі бері мен таңертең үйде 5-6-да тамақ ішіп кетем, содан кешкі 7-8-де үйге келгенде бірақ ішіп жүрмін. Сондай болып кеттік арасында. Сіздер үйтіп кетпеңіздер, өйткені мен жарайды ғой, бірақ сіздердің жаңағы тест жаттауларыңыз бар, анау бар, мынау бар, оның барлығына керек нәрсе сіздерге дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтау деген. Сосын барынша жоспарлап істеңіздер әр күндеріңізді. Жақсы ма? Жарайды апай. Жақсы. Сұрақтарыңыз болса, қандай бір мәселе болса, сосын зачет тапсырамын деген қыздар ренжімеңіздер, кеше алдым менде уақыт болмады. Телеграмға жазасыздар. Телеграм емес, негізі маған WhatsApp ыңғайлы. WhatsAppқа жазсаңыздар, мен бірден оқимын. Телеграмға өйткені кіріп көрсеңіздер, 1418 уведомление тұр менде. Мен ананың бәрін ашқым келмейді, сол үшін көп кірмеймін Телеграмға. Андай көп нәрседен көзім ауырып кетеді да. WhatsApp маған ыңғайлы. Егер қандай да бір мәселе болып жатса, сұрақ, ұсыныс болса, бірден WhatsAppқа шығыңыздар. Жақсы ма? Иә, апай. Жақсы, ендеше қыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Мына сабақтың енді уақытын өзгертетін шығармын, нақты етіпші, 1-2 күнде. Бүгін біздің мектептегі расписание шықсын, сосын сіздерге жіберетін нақты ыңғайлы бір уақытты, сіздердің басқа сабақтарыңызға кедергі келтірмейтін. Жақсы, аман болыңыздар, сау болыңыздар, келесі кездескенше. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз.